Ұлы жаратушы Алла тағаланың мейірімі шексіз. Ол өте жұмсақ, құлдарына тым жақын. Кез келген өтінішіңді оған қиналмай айта аласың. Бір қызығы, сен онымен тілдескен кезде мазалағаныма айып етпеңіз, маған бір минут уақытыңызда бөле аласыз ба деген сөзге еш уақытта мұқтаж болмайсың. Тіпті сен аузыңнан бір сөз шығармасаң да ол ішіңдегіні біледі. Ол сондай мейірімді, өзінің қолына зұлымдық қаламайды. Жүніс пайғамбарды киттің ішінен алып шыққанда сенің қиыншылығың ол үшін түк емес. Сен оған қарсы қанша күнә жасасаң да ол тәубе есіктерін жауып қоймайды. Өз қателіктеріне өкініп, жарылқау сұраған пендесінің тілегін кез келген уақытта қуана қабыл алады. Ендеше сұрағаныңды беретін ұлы жаратушыдан қол жайып сұрауға саған не кедергі?